Good day, dear students. How is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып Smiles People's Book кітабындағы 52 және 53-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші бізде exercise number 5, listen and repeat. How do you usually travel every day? Оқушылар, бізде транспорттық, яғни тақырыптар, транспорттар, бұл жерде сол сөздерді тыңдап қайталаңыздар. Бірінші бізде оқушылар hot air balloon. Hot air balloon, әуе шары. Екінші, helicopter, тікұшақ. Plane, ұшақ. Трамвай. Minibus, шағын автобус. Underground, метро. Van, фургон. Scooter, motorbike, мотоцикл. Ferry, паром. Ship, кеме. Yacht, яхта немесе қайық. Келесі бізде exercise number 6, 6-шы жаттығу. Find the means of transport more than one can be correct. Бұл жерде оқушылар сіздерге, яғни транспорттың түрлерін тап деген, біреуінен де көп, яғни біріншісінде мысалы жасырған you have to wear a helmet. Сен, яғни ол транспортқа міну үшін не қажет дейді, яғни helmet деген ол бізде шлем, яғни дуылға басқа киетін, соны киюің қажет дейді, яғни ол транспортта киюіміз қажет, ол бізде scooter және motorbike. Екіншісін қарайық енді, it has to travel on rails. Ол рельстермен жүру керек деген, ол бізде рельспен жүретін қандай транспорт бар еді? Ол бізде трам, және де underground, және де пойызда жазсақ болады, train деп. Үшінші, you have to buy a ticket. Сен билет сатып алуың қажет, яғни ол транспортқа міну үшін. Ол бізде plane, яғни ұшақ, ferry, ship, underground. Осы транспорттарға міну үшін біз бірінші билет сатып алуымыз қажет, иә. Төртінші, you have to go to a station to get on off this. Яғни сен станцияға баруың қажет, осы транспортқа бару үшін, міну үшін, иә. Ол бізде underground және train, яғни метро және пойызға бару үшін біз алдын ала станцияға барамыз, иә. Бесінші, you have to wear seat belt. Яғни сен ремень тағып алуың қажет дейді. Ол бізде оқушылар van, minibus, plane, helicopter. Осы транспорттарда біз, яғни белдік тағып аламыз, ішіне мінген кезде. Соңғы бізде you have to go to a stop to get on off this. Яғни сен тоқтауың қажет дейді. Осы бізде белгіде, ол бізде minibus, яғни шағын автобус тоқтайды, осы белгіде. Келесі exercise number 7, match the opposites and rearrange the letters to complete the text. Оқушылар, ең бірінші біз сәйкестендіреміз, яғни бізде opposite деген оқушылар антонимі, яғни қарама қайшы сөзді табуымыз қажет. Одан кейін астында берілген мәтіндегі сөздердің әріптерін дұрыстап сөз құрауымыз қажет. Бірінші бізде fast, slow деген, яғни жылдам, жай деп оның қарама қайшысын таңдаған. Екінші safe, ол бізде қауіпсіз, оның біз антонимі dangerous болады. Үшінші quiet, тыныш, оның антонимі noisy. Төртінші clean, таза, оның қарама қайшысы dirty, лас. Бесінші long, ұзын, short, қысқа. Алтыншы cheap, арзан, expensive, қымбат. Енді астындағы сөздерді дұрыстайық. Екінші бізде оқушылар safe болады. Үшінші expensive сөзі шығады. Төртінші бізде fast, бесінші cheap, алтыншы noisy, жетінші бізде dirty сөзі шығады екен. Келесі бетте оқушылар бізде study spot, яғни ереже берілген. Қарайық, мысалға fast бұл бізде жылдам болса, faster жылдамырақ. Big үлкен болса, bigger үлкенірек, яғни бізде көмекші жалғау бар, яғни er, яғни easy болса easier деп өзгереді. Good болса ол сөз better болып, bad болса worse болып сөздің өзі түбегейлі өзгереді екен. Ендеше осы мысалға қарай оқушылар exercise number 8, 8-ді орындайық, say and write. Мысалы екіншісі good, бізде bad болады. Үшінші funny, funnier, small, smaller, fat, fatter, noisy, noisier, bad, worse, short, shorter, dirty, dirtier деп жазамыз.
The next exercise number 9. Read and make sentence as in the example. Оқы және сөйлемдер құра мысалдағы секілді дейді. Бізде мысал берілген. Сол сияқты мына жерде сөздер берілген. Сол мысалға қарап сөздер құраймыз. Мысал біріншісінде motorbike, fast bike сөздер берілген. Оған мынандай сөйлем құраған. Motorbikes are faster than bikes. Мотоциклдер велосипедке қарағанда жылдамырақ деген сөйлем құраған. Енді екінші бізде car safe scooter деп жазылған. Мынандай сөйлем құраймыз. Cars are safer than scooters. Яғни машиналар скутерге қарағанда қауіпсіз. Үшінші, minibus slow tram. Minibuses are slower than trams деп сөйлем құраймыз. Төртінші, plane, noisy, hot air balloon. Planes are noisier than hot air balloons деп сөйлем құраймыз. Яғни ұшақтар бізде әуе шарына қарағанда шулы деген. Соңғы сөйлем былай болады. Trains are cheaper than planes. Яғни пойыздар ұшақтарға қарағанда арзанырақ. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Goodbye, students!